Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын сүзбелі бәліштің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл бәліштің астына үгілмелі қамыр жасаймыз. Ол үшін ұн, қант, қопсытқыш үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқа және тоңазытқыштан жаңа шыққан сары майды салып үгітеміз. Тез үгітеміз, себебі сары май ери бастауы мүмкін. Қамыр үгілмелі болмай қалады. Соңында осындай үгілмелі қамыр болу керек. Бұл ингредиенттерден үлкен бәліш шығады. Менің формамның диаметрі 30 см. Форманың астына пергамент қағазын орналастырдым. Бүкіл қамырды форманың ішіне салдым. Ортасына және айналасына тығыздап, жақсылап орналастырамыз. Қамырды алдын ала 10 минуттай пісіріп алу қажет. Ол үшін үстіне пергамент қағазын немесе тефлонды кілемшелерді орналастырып, жүк салу керек. Мен фасоль қолданамын. Сіз басқа жүк салуға болады. Мысалы, күріш сияқты макарон болады. Алдын ала 180 градуста ысып тұрған пеште 10 минуттай пісіреміз. Салмасы үшін сүзбе, қант, қаймақ, жұмыртқа және қалауыңызша үгіштен өткізіп, лимонның сыртын салуға болады. Барлығын жақсылап блендермен еземіз. Он минут піскен қамырымыздың үстінен жүкті алып тастаймыз. Үстіне салмасын құямыз. Осылайша пісіруге болады. Мен әдемілік үшін және дәм беру үшін қарақатпен әсемдеймін. Бұл қалауыңызша. 180 градустық пеште 35-40 минуттай пісіреміз. Бәліштің піскендігін айналасының қызарғандығынан білеміз. Пештен енді шыққан кезде бәліш әлі сұйықтау болады. Суыған соң іші қатаяды. Егер сіздің формаңыздың айналасында пергамент қағазы болмаса, бәлішті ыстық күйінде форманың шетінен пышақпен кесіп аламыз. Себебі суығаннан кейін ол қатты жабысып қалады. Бәліш өте дәмді және әдемі болып шығады. Қонақтарға ұсынуға әбден болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған башын келесі видеоларда жүздескенше.